Сәлем, менің атым Николь, және де бүгінгі оқиға бұрынғыдан қызығырақ болмақ. Мен демалыс сайын әжеммен бірге уақыт өткізгенді ұнатамын. Әжеммен уақыт өткізген өте қызықты. Және әжем мені бала кезімнен асырап бағады. Мен әжемді қатты жақсы көремін. Әжем менімен әңгіме дүкен құрғанды ұнатады. Бірге бәліш шай ішетінбіз. Бұл керемет емес пе? Мен жазғы демалысымда демалып жатқан кезде әжем демалыссыз жұмыс істейтін. Және тұрған кезде әжемнің бәлішінің иісі аңқып тұратын. Маған терезеден келіп, көкөніс жеймісің, таңқура, жидектер жеймісің деп айтып, мені қуантатын. Және мен тағы жазғы демалысымда келдім. Автобуспен келген едім. Мен бірден әжемді байқадым. Ол әжеме қатты ұқсады. Мен әжеме тезірек баруды армандадым. Және әжем мені күтіп алды. Мен әжеме қатты сағынғанымды айттым. Біз үйге келіп, бәлішпен шай іштік. Мен оған қалай жеткенімнің барлығын айтып берген едім. Маған кеш батқанда әжем өзінің пижамасын берді. Яғни мен оны кидім. Әжем екеуміз тағы да әңгімелесіп, біраз әңгімелесіп, ұйқыға жатқан болатынбыз. Әжем маған әңгімелерін айтып берді. Ертесі мен көлшікке шомылып отырдым. Әжем ара кесіп отырды. Арамен ботақтарды кесті. Әжемнің аяғы байқамастан кесіліп кетті. Жарақат алды. Және әжем жылағанда жоқ. Мен оған таң қалдым, не болды деп кеттім. Және әжем менде бәрі жақсы деп айтты. Менің көңілім орныма түсті. Әжем қалай қорықпағанын мен білмедім. Және әрі қарай отын бұтай берді. Және әжем тіпті тракторды да жөндеді. Әжемнің мен түрін байқадым. Ол әжем емес, бір ер адам болды. Сонда менің әжем қайда дедім. Мен таң қалдым. Менің әжем қайда? Бұл сенбісің дедім. Депте көңілімді түсірдім. Қолымды бірақ сілтедім. Мен сонда әжем емес пе екен ол ма деп қатты жылаған едім. Кейін әжем мені барлығын түсіндіріп берді. Менің бәліштермен тамсандырды. Және мен шашымды жайған едім деді. Бірақ қолы кір болған еді, көргендеріңіздей. Мен бұны тағы байқадым. Әжем және ерлер мұншасына кірді. Оның ерсі қылықтар жасап жатқанын мен көп қойдым. Және ол әжем емес, бір ер адам болған еді. Мен тіпті қазір өзімді жаман сезінудемін. Мені не үшін дұрыс сөйлей алмай жатыр десеңіздер, мен сасқалақтап тұрмын. Не істерімді де білмедім. Ол үйленген еді, және де олар қайтыс болыпты. Содан кейін ол өзі жалғыз қалыпты. Сосын ол әйелін сағынып, соған ұқсағысы келді. Оның қызы болды. Олар бақытты ғұмыр кеше берді. Сосын әжем маған осы оқиғаны жылап айтты. Және де ол менің анам еді. Мен әжемді енді түсіне бастадым. Біз қайтадан тату-тәтті бақыттымыз. Әжем менің анамның суреттерін көрсете бастады. Кішкентай кезінде қандай болғанын бәрін айтып берді. Мен, мынау менің анам ба, мынау сіз деп таңырқай бастадым.
Достар, менің осылайша оқиғам аяқталды. Егер сіздерге бұл видео ұнап, лайк басып, арнама жазылып кетсеңіз, қуанышты болар едім. Көп видео шықпағанына кешірім сұраймын.